Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін қазіргі кездегі хит десерт трайфл милканың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Аппақ болып көтерілуі керек. Енді құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұн, какао, қопсытқышымызды араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқалы массамызға 2 немесе 3-ке бөліп салып, миксермен араластырамыз. Барлығын бірден салуға болмайды, өйткені бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырымыз дайын. Қалаған формамызға құйып, 180 градуста шамамен 20 минутта пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Ал енді бисквитіміз суығанша кремімізді дайындап аламыз. Бұл үшін салқын кілегейге қант ұнтағымызды қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Сүзбелі ірімшігімізді қосып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын. Суыған бисквитімізді формадан шығарып, 2 бөлікке бөліп, қолымызбен үгітеміз. Мен трайфлдың арнайы ыдысына жинайтын боламын. Ол міндетті түрде емес, стаканға не болмаса бір рет қолданылатын ыдыстарға жинауға болады. Бисквитімізді 2 ыдысымызға салып болдым. Енді бетіне құятын шоколадты ганашымызды, яғни шоколад пен сливкиді қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Шоколадты ганашымыз дайын болғанша бисквиттің бетіне кремімізді жағамыз. Ерітілген шоколадымызды, яғни ганашымызды арнайы кондитерлік қапшыққа немесе жай ғана пакетке құйып, торттың бетіне бір тегіс қылып құйып шығамыз. Дайын болған трайфлымызды кемінде 5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Дайын болған трайфлымызды қаламызша әсемдейміз. Менде малина, банан, жержаңғақ және кокос ұнтағы.
Назарларыңызға рахмет. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін.